Баршаңызға сәлем достар, сен бірге мен Сымбат, менің арамға қош келдіңіздер. Бүгін бізде қызықты влог, себебі біз қазір қайда баратырмыз? Конькиге баратырмыз, короче, қазір по идее подружкамыздың үйіне барамыз, бірақ подружкамызды жібермей жатқанда біз оны сұрап алатын боламыз. Біз негізі 11-де шығатын адамбыз, ол бірақ қазір 12-де бірлерде баратын шығармыз ол жаққа. Такси ұстап дегенде әлі уақыт кетеді. Вот мен подругам. Короче, достар, ана ел бармайтын болды. Блин, очень жаль. Біз екеуміз ғана баратын болдық енді конькиге. Сол, қазір біз остановкаға барамыз. Біз бағана подружкамның үйіне барғанбыз, ана елге сұрауға бармайды екен. Біз остановкаға барамыз. Біз қазір мектеп жақтамыз. Мен жаурап кеттім қатты. Достар, міне мен бүгінгі логымның ішінде ақ қылықта бар. Елка. Короче, остановкаға баратырмыз. Ол алыс жақтағы остановка. В общем, солай. Біз, короче, достар, қазір остановкада или конькиге келгенде түсіретін шығармын. Да, конькиге келгенде сразу түсіреміз. Короче, достар, біз дейтін конькиден өтіп кеттік. Біз таксиге отырдық болғаны. Мен түсіріп алмын таксиде. Сөйтіп, короче, біз дейтін өтіп кеттік. Конькиден қазір жаяу баратырмыз. Реально, жоқ, біз тоқта демесек, тоқтамайын барайын деп тұр примерно, или білмейді ма? Коньки чапайдың десек, коньки чапай десек, я дейді отырып. Достар, біз, короче, қазір негізі конькиге келдік, не ол. Бірақ екінші сеансқа кіру керек. Себебі бірінші сеанс сағат 11-ден 1-ге дейін екен да, ал екінші сеанс 1:30-нан 1:40-тан 1:40 қой. 1:40 деп тұрды. 1:40-тан 3:40-қа дейін ғой. 2 сағат қой примерно. Біз, короче, қазір неге баратырмыз магазинге. Чипсы сондай алу үшін примерно. Солай, короче. Достар, біз магазиннен шықтық. Біз қазір чипсы сондай алдық. И, короче, қазір баратырмыз. Сағат сеанс, короче, үлгереміз. Әлі 1 сағаттай бар. Достар, мен шашымды жайып алдым. Достар, біз келдік. Қазір айтқандай 1:30-да. Бізде қазір раздевалкада күтіп тұрдық. Что, әдемі екен? Что, ананың ішінде, короче, бар. Не, качайын отыр. Достар, бізді раздевалкада отырмыз. Машина қарадық. Аштым, ақтаттық. Не, кумана, птицы. Короче, біз дұрсаққа жиналмай атырық. Это просто трэш. Анжақта бағана местерге түсірдім ғой видеосы, типа сондай. Короче, это просто трэш. Мен қанша рет қыладым, я не помню, но... Короче, мына жақта іші кішкентай болғандықтан тар и адамдар көп. В общем, подружка ваша қалды. Короче, мына жақта аяғымды ауырып кетті, коньки аяғымды ауырып тастады. Фреш. И, короче, қазір аяғым ауырып жатыр. Еще мынау конькима кішкентай ма, үлкен ма, непонятно, короче. Все. Это просто трэш. Қараңдар, короче, каба. Ну, мен трошки кеттім, аяғым ауырып кетті. Достар, біз қазір мынаны ішіп жатырмыз. Ішіне шоколад өрілі бар. Еще мен шындықсап мына кофемен. Мен шоколад, мен мохито аламын ғой. Короче, сока. Ашып жеп жатырмыз. Достар, короче, біз качелін жүргелі. Біз сағат 3:30-да қайтамыз. Қазір 3 болды.
Қазір біз 3:40-та қайтатын боламыз. Бізге күшті отыр, бірақ мен аяғым ауырып жатыр. Маған қарасаңдаршы, қанша еще бәрі күшті көшені алады. Трэш. Достар, мынандай жерде гирляндалар бар. Өте күшті, мына жақта не елка, иә. Біз уже қайтып бара жатырмыз. Біз негізі уақытымызға жетпей қайтып бара жатырмыз, потому что аяғымыз ауырып кетті. Мына ішім мынандай. Өсті ашасын. Үйді ашып болады. Сұрақымыз. Мына жақта тағы да бар гирлянда. Біз қайтып бара жатырмыз. Мыналарды өткізу керек. Давай жүр. Достар, біз уже қайтып бара жатырмыз. Шынымды айтсақ өте күшті болды, бірақ аяғымыз ауырғаны жаман болды. Білесіңдер ме? Мен Қолмен құлап бұл дейтін, қолым нетіп алды. қолым Сындырып алды. Қолын ауыртып алды, қолына шишка шығып, короче. Біз қазір тағы магазинге бара жатырмыз, потому что біздің қарнымыз ашып жатыр. Солай біз қазір мен кішкене ауырып жатырмын. Біз такси ұстап қайтамыз. Біздер қазір магазиннен шықтық, біздің жынымызға тиіп бір, короче, тәтелер. Короче, біздің сумкамен кіргенбіз, соған, короче, сумкаларын көрсетейін деп. Сумкамен кірмеңдер енді бір бәле деп. Біз, короче, анау сумка салатын нәрсені көрмедік та ғой, көрсет салушы еді сумканы. Вот сол үшін, короче, ұрсып еще охране шақырып. өлет деп отыр. Шын айтамын, төле деп та. Жынымызға тиіп кетті. Біз пирожки алдық. Олар магазинда ана емес. Соны айтамын еще. Как будто ұрлықшы ретінде көріп тұр да. Короче, достар, біз қайтып бара жатырмыз наконец-то. Шұқтықты біліп келдік. Мен Батырханға мынандай желемен көз алдым. Батырхан тойға кетіп қалмаса да. Мама мен папам тойға кетіп қалды. Үйдегілер бала шаға ғана қалды. Фуй. Достар, менде Пиндодан заттар келді. Мен сіздерге оның барлығын инстаграмда көрсеттім. Міне инстаграм парақшам. Осы жолы прям күшті заттарым келді. Және вот, осы менің влогым аяқталды. Бұл влог ұнады деген ойдамын. Влогты ұзағырақ түсіруге тырыстым. Міндетті түрде лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сізбен бірге болған мен Сымбат. Батырыңызды сау болыңыздар.